Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет дәмді, тойымды тағам дімляманың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар, ет қажет болады. Мен 1 килограмм ет алдым. Жарты кило қойдың еті және де жарты кило сиырдың етін қосамын. Осылай бөлшектеп турап, жуып алдық. Картоп қажет болады. Картоп мен 1 килограммдай алдым. Сыртын тазартып және де жуып алдық. Жарты капуста және де 2 морков, 2 болгар бұрышы, помидор, пияз және де сарымсақты, 2 түйір ғана сарымсақты осылай сыртынан аршымаймын. Целый салып, алып тастауға ыңғайлап, қара бұрыш және де паприка, тұз, қант қажет болады, сұйық май және де біз әсемдік үшін тағамымызды черри помидор мен көк пияз алдым. Біз қазанымызды отымызға қойып, майымызды құйып қыздырып аламыз. Майы қызғанша біз көкөністерімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Мен көкөністерді осылай дөңгелекше қылып турадым. Пиязымызды мінекей осылай турап алдық. Болгар бұрышын мен 3 бұрыш қылып осындай қылып тураймын. Помидорымызды енді қызып тұрған майымызға етімізді, жуылған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Біздің еттеріміз қызарып, кәдімгідей әдем болып жақсылап қуырылу қажет. Қақпағын жауып, бір 15-20 минуттай қуырып алатын боламын. 15-20 минуттай тұрып, осылай қуырылды мінекей етіміз. Әдем болып қуырылған. Үстіне тұзымыз саламыз және де 1 шай қасық қантымызды салатын боламыз. Тұзымыз бен қантымызды салып, тағы да бір араластырып, бір 5-10 минут тағы да қуырып алатын боламыз. Астын қатты қойып қуыратын боламыз. Қара бұрышымызбен біз паприкамызды осылай ыдысымызда араластырып алдық. Енді осы етіміздің үстіне азырақ салып, қалған көкөністерімізді жайғастыратын боламыз. Сәбізімізді қойып шығамыз осылай. Үстінен пиязымызды қойып шығамыз. Үстінен болгар бұрышын саламыз. Барлық қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Болгар бұрышымыздың үстінен осылай паприка мен қара бұрышымыздан саламыз. Және де картошкамызды осылай жайғастыратын боламыз. Біз картошкамызды бөлшекке бөлмейміз. Осылай бүтіндей салатын боламыз. Және де помидорымызды саламыз. Осы картоп пен помидорымызды салып, осының үстінен тағы да тұздаймыз, тұз саламыз, өйткені тұзы аз болып қалуы мүмкін. Қара бұрышымыз бен паприкамыздан саламыз. Сарымсағымды салатын боламын. Сарымсағымды осылай жуып, сыртымен салдым, алып тастауға оңай болады. Ол қалауларыңыз бойынша, қаламасаңыз, салмасаңыз да болады. Және де біз орам жапырақтарымызды, капустамызды үстінен осылай бекітіп, үстіне жайғастырып шығамыз. Ашық еш жері қалмағандай және буын шығармайтындай қылып, осылай жақсылап жайғастырып, біз тағамымыздың бетін жауып шығатын боламыз. Осылай мінекей жайғастырып алдық. Енді үстінен аскөк салсаңыздар да болады. Менде морозильникте осылай қатып тұрған кинза мен укроп салдым. Және де қақпағымызды жауып, 1,5 сағатқа жай отта пісіріп алатын боламыз. Астын жай қоямыз. Мінекей 1,5 сағаттай тұрды. Біздің тағамымыз пісті, толықтай. Қазір ортасын ашып көретін боламыз. Мінекей қайнап жатыр әлі де. Және де бәрі толықтай пісіп шығады. Өзінің суы біздің көкөністеріміздің жақсы көтеріледі. Тағамымыз дайын. Енді ыдысымызға жайлап салып, біз ұсынатын боламыз. Бетіндегі орам жапырағынан бастап саламыз, жайғастырып.
ыдысымызға осылай мінекей жайғастырып алдық. Өте керемет дәмді болып шығады. Иісі деген керемет болып шығып жатыр. Картоптарымызды саламыз. Бәрін осылай жайғастырып аламыз. Сарымсағымызды да осылай мінекей сыртыменен салатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша алып тастасаңыздар да болады. Бірақ тағамымызға өте керемет дәмі шығады. Біздің көкөністеріміздің бәрі толықтай піскен. Еті, қабырғамыз бәрі жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Бәрін жайғастырып алдық. Мінекей етімізді бәрін. Және де ожаумен енді үстіне суынан құятын боламыз, сорпасынан. Біздің көкөністеріміздің өзінің суы, сөлі шығып, өте керемет дәмді болып шыққан. Сорпасынан осылай жайғастыратын боламыз. Ожаудың көмегімен суынан құйып. Біздің тағамымыз осымен дайын. Әсемдеуіңіз өз қалауларыңыз бойынша мен черри помидоры мен көк пиязды қиқаштап кесіп, осылай үстіне салып әсемдейтін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын. Етін көретін боламыз. Біз еті толықтай піскен, жұп-жұмсақ. Картоптарымыз, морковтарымыз бәрі жұп-жұмсақ болып піседі. Өте тойымды тағам. Жасап көріңіздер, астарың дәмді болсын.